Нұр Отан партиясы облыстық филиалының есеп беру сайлау конференциясы өтті. Жиынға облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен партия хатшысы Қаныбек Жұмашев, сондай-ақ 12 аудандық және бір қалалық партия филиалынан келген 175 делегат қатысты. Конференция барысында облыстық филиалдың саяси кеңесінің 2015-2016 жылдардағы атқарған жұмысы тыңдалды. Толығырақ бұл жөнінде тілшіміз Гүлбағда Қайратқызы. Бүгінгі таңда көшбасшы партияның облыстық филиалының 42 мыңнан астам мүшесі, 435 бастауыш ұйымы бар. Бұл 2014 жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Партияның негізгі міндеттерінің бірі халықпен тығыз байланыста жұмыс жасау. Ол үшін партия бірнеше бағыт ұстанған. Түрлі жобалар жүзеге асып, мұғалімдер, еңбеккерлер, әлеуметтік осал топ өкілдерімен белсенді жұмыстар жүргізілуде. Ардагерлерді ардақтайық, бақытты балалық, кедергісіз келешек, жемқорлықсыз ел, сәтті қадам, жастар отанға жобалары соның айқын дәлелі. Қазіргі таңда еліміздің дамуына үлкен серпіліс беріп отырған Нұрлы жол бағдарламасы белгілеген бөлінген қаржыны тиімді жұмсалуын бақылауды Нұр Отан партиясының тапсырған болатын. Осы маңызды зор міндетті іске асыру мақсатында фракциялар жанынан құрылған комиссиялар облыс аумағында жүзеге асырылып жатқан нысандарға үнемі бақылау жүргізіп отырады. 2015-2016 жылдары ұлттық қордан Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында 28,3 миллиард теңге құрайтын 53 жоба іске асырылуда. Жастармен жұмыс тиісті деңгейде атқарылып келеді. Биылғы ұлттық бірыңғай тестілеуден шекті балл жинай алмай қалған 815 мектеп түлегі жұмысқа орналаса, жастар кадрлық резервіне деген мамандардың қызығушылығы жыл өткен сайын артуда. Партия құрамындағы Жас Отан жастар қанаты тәуелсіздіктің 25 жылдық аясында өтетін әрбір шараға жауапкершілікпен қарап келеді. Жастардың бастамасымен 25 қайырымды іс акциясы бастау алып, ардагерлерді ардақтайық партиялық жобасы аясында жалғыз басты қарттар мен ұлы отан соғыс ардагерлері, тыл ардагерлеріне 500-ге жуық мекенжайлық көмек көрсетілген болатын. Сонымен қатар Гүлденелер туған ел акциясы аясында жаз бойы қаланың шеткері аумақтарында сенбілік жұмыстар өтті. Бұл игі іске блогерлер, жұмысшы жастар, студенттер мен оқушылар арасынан қолдау тауып, өз нәтижесін берген болатын. Партияның жарғысы бойынша кезекті сайлау есеп беру конференцияларында саяси кеңестің бақылау тексеру комиссияларының жаңа құрамы өзгерді. Бүгін ашық өткен саяси кеңес отырысында бюроның 33 мүшесі сайланды. Қазір мемлекет бағдарламаларға бөлінген әрбір теңгенің тиімді жұмсалуына шын мәнінде халықтық бақылау орнатылды деуге толық негіз бар. Енді соны жүйелі жүзеге асырып, нысандарды ел игілігіне пайдалануды қамтамасыз етуге күш салуымыз қажет. Бүгінгі сайланған облыстық саяси кеңестің жаңа мүшелері өткен кезеңдегі басталған істерді ойдағыдай аяқтауға, партияның сайлауалды бағдарламасының орындалуын қамтамасыз етуге, сайып келгенде партия беделін арттыруға бар күш-жігерін жұмсайды деген сенімдемін. Кәсіпкерлерді, кәсіпорындарда жұмыс істейтін беделді жұмысшыларды, шаруашылықта жұмыс істейтін беделді жұмысшыларды тартуымыз керек. Сонда біздің партиямыз беделді болады, халық қолдайды, халық сыйлайды. Жаңағы айтылған жұмыстар ары қарай жалғасу керек. Әсіресе бақылау мәселелері, мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асуы, баға мәселесі, халыққа қызмет ету, осының барлығы партияның бақылауында болу керек. Ақтөбелік нұротандықтар жақында ел парламентінің қос палатасы депутаттары қабылдаған Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл декларациясын қолдайтындықтарын білдірді. Өйткені бұл маңызды құжатта ширек ғасырдағы еліміздің жетістігі, әлеуметтік экономикалық дамуы, тәуелсіздік тарихының тағылымды жылнамасы жазылған. Қазақ халқының осындай 25 жылдық тағдырымыздың таңының алдында бас қосып, өзіміздің идеямыз бен идеологиямызды, саясатымызбен сапалы іс-әрекетімізді, әлеуметтік экономикалық мәселелермен халықаралық дәрежедегі жеткен жетістіктерімізді бүгінгі әлем дамыған Қазақстанға баға беру ол оңай шаруа емес. Сайлау есеп беру конференциясы соңында партияның бір топ мүшесі белсенділер Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммедтің алғыс хатымен, құрмет грамотасымен және облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың алғыс хатымен марапатталды. Гүлбағда Қайратқызы, Мержан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.